Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай қызылшадан винегрет салатын жасаймын. Өте тез, оңай жасалатын салаттардың бірі. Бізге ол үшін қайнатылған сәбіз, картошка, қызылша керек. Мен бәрін алдын ала қайнатып алдым, көкөністерді. Тұздалған қияр керек. Сәбізді майдалап, 4 бұрыштап турап алдық. Одан кейін картошканы тураймыз. Көкөністі адам санына қарай қосасыздар. Мен салатымды шағын қылып жасап жатырмын. Енді қызылшаны тураймыз. Енді қиярымызды тураймыз. Менде қиярым майда, корнишон қияр. Бірақ кез келген тұздалған үлкен қияр қоссаңыз да болады. Мен қиярым онша тұзды емес, ащы емес. Сол себептен салатыма тұзды көптеу қостым. Егер қиярларыңыз тұзды болса, тұзды аздау қосыңыздар. Сұйық май қостым. Осы кезде укроп, петрушкаларыңыз болса, қосып жүрсеңіз болады турап. Міне біздің салатымыз дайын болып қалды. Менің видеом ұнаса лайк басып, каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетулеріңізді сұраймын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.